Қазіргі уақытта стейк жарить етейін деп жатырмын. Стейк пісірейін деп. Мына жерде арнайы грильді дайындап алдым. Тазалап енді ары қарай мына жерге отын дайындаймыз. Мынау бізде дайын уголь. Любой супермаркетте сатылады. Қазір мына үстіне стейк пісіреміз. Стейк, курица и шашлык баранина пісіреміз жалпы. Қазіргі уақытта сол угольді дайындап жатырмын, жағып. Примерно жарты сағаттай уақыт алады. Ары қарай осылай шоғымызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған шоқ болады. Менде гриль кез келген адамда мангал бол, кейбір адамдарда мангал болуы мүмкін, кейбір адамдарда гриль болуы мүмкін. Жалпы дайындаудың әдісі ең басты не? Ол шоқтың қызаруы, жалпы айтқанда. Ағаш қолдансаңыздар да, уголь қолдансаңыздар да, міндетті түрде шоқ болу керек астында. Сосын мен грильдің үстіне етім жабыспау үшін май жағам, май себем. Үйде май мен кисточка болатын болса, солай жақсаңыздар болады. Либо мен сияқты мынандай баллончик болса, баллончик шашсаңыздар болады майды. Қазіргі уақытта шоғым дайын, грилім дайын. Кез келген адам либо гриль, либо мангал қолдансаңыздар болады. Шампурамен етті сұғып пісірсеңіздер болады жалпы. Мынау баранина қабырғасы, қойдың қабырғасы, баранина ребрышка дейді. Мынау курица, типа окорочка. Және де мынау стейк, сиырдың еті, стейк деп аталады. Осы үшеуін жарить етем қазір уақытта. Қазір уақытта ең бірінші пісіріп бастайтыным ол тауық еті. Курица, өйткені ол кішкене ұзақтау піседі. Сондықтан тауық етінен бастап жатырмын. Ары қарай сиыр етін стейкті пісірем, өйткені ол қалыңдау. Содан кейін баранинаны пісірем, өйткені баранина тез піседі, жалпы айтқанда. Қазір тауықтан бастайым. Шоғым бәрі дайын. Жалпы тауықты пісіріп жатырмын. Егерде маринадтары қызық болатын болса, керек болатын болса, жалпы егерде осы видео 100 лайк жинайтын болатын болса, келесіде мен курицаны, баранинаны, сиыр етін қалай мариновка жасау керек, соны айтатын болам. Қызық болса жалпы. Ал қазір әзірше сол тауықтарымды бүйтіп пісіре берейін. Тауық примерно орташа есеппен примерно 30 минутта піседі, жалпы айтқанда өте дәмді болып. Жалпы шашлыкты, грильді жалпы пісіріп жатқан кезде айналдырған уақытта 3-4 минут сайын айналдырып тұрған жақсы, ол өте күшті. Сонда примерно 20-30 минуттың ішінде шашлыктарыңыз, тауықтарыңыз дайын болады. Осылай примерно тағы да 4-5 минуттай қалдырамыз. Тауығым уже пісіп қалды, примерно 5-10 минутта піседі жалпы. Енді сиыр етін пісірем, стейк. Сиыр етіне бір орташа есептен 20 минуттай уақыт керек шығар. Өйткені кішкене көп піседі. Ал тауығым дайын болып қалды уже. Тауық пісіп болды, енді стейк пісіп жатыр, жалпы айтқанда мына жерде Нью-Йорк стейк деп аталады. Мынау баранина қабырға, қойдың қабырғасы, ол шашлык типі.
Бірақ жалпы мынаны шашлыкка, шампураға түйреп пісіруге болады, тауықты да түйреп пісіруге болады. Ал мына бифті да тоже болады түйреп пісіруге шашлык етіп. Бұл жерде шашлык емес, как гриль. Грильдің үстіне жарить ете саламыз. Барбекюр деп аталады, жалпы солай оңай негізі. Мына жерде стейк та пісті, примерно 20-30 минуттай уақыт алды. Мына жерде кукуруз да пісті. Мына жерде тауығымыз да, баранина шашлығымыз да, бәрі жалпы пісті. Бәрі жақсы, өте бәрі дәмді болды, күшті болды. Жалпы ұнап жатса лайк бас, комментарий қалдырып, менің каналыма қосылуды ұмытпаңыздар. Және де осы пісірген тауық еті, шашлык, баранина, стейктардың маринаты қызық болатын болса, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. 100 лайк, сразу міндетті түрде қалай мариновка жасау керек, соны салатын болам. Жақсы, сау болыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік.